достар, менің атым Ержан Жақсылықызы. Мен зерттейім келіп отырғаны қарапайым асқабақ. Зерттеу жұмысының аты ғажайып асқабақ. Анамыз және тәрбиешіміз Айжан Нұрбасарқызы асқабақты өте пайдалы және дәрмендерге бай деп айтады. Сол себеппен асқабақты жан-жақты зерттегім келді. Асқабақ ірі жемісті, тағамды, дәрілік, сәндік өсімдік. Біз асқабақтың кішкене бөлігін микроскоппен қарап көрдік. Асқабақта сарыдақтар бар екенін білдік. Каротин екенін білдік. Каротин А дәрмені. Асқабақтың емдік қасиеті туралы медбике апайдан білдім. Асқабақ асқазан ауыратындарға өте пайдалы. Асқабақтың дәнегі миды жұмысын жақсартады және адам ағзасындағы паразиттерді тазартады. Біз бүгін анашым екеуміз асқабақ қосылған самса дайындаймыз. Асқабақты турап болған соң тоңазытқышқа салдық. Тоңазытқышқа салған соң 1-2 күн бақыладық. Асқабақ мұз болып қатты, бірақ ол еріген соң қайтадан пайдалануға болатынын білдім. Анашым асқабақты турап жатқанда оның қос иісі бар екенін білдім. Қандай тамаша. Қызым, бұл самсаның құрамына асқабақ, пияз, май және кішкене тұз қосылған. Әлде асқабақшының жатар алдында балмен ішсеңіз жайлы және жақсы ұйықтайсыз. Мен асқабақты күлтегі зерттегісінен арба болған ірі қайырымды жеміс ретінде білемін. Асқабақты зерттей келе асқабақтың өте пайдалы екеніне көзім жетті. Енді мен асқабақтан жасалған тағамдардың бәрін сүйсініп жейтін боламын.